10-шы лекция тақырыбы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беру жүйесіне ендіруде кредиттік оқыту технологияларын қолдану. Жоспар келесі сатылардан тұрады. Инклюзивті білім беру кредиттік оқыту технологиясының қолданысы, кредиттік оқыту технологиясының мәні, кредиттік оқыту технологиясының артықшылықтары. Инклюзивті білім беру кредиттік оқыту технологиясының қолданысы болып табылады. Кредиттік оқыту технологиясы ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың жалпы білім беру жүйесіне ендірілуін қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл білім алушылардың жеке қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, олардың оқу жетістіктерін бағалауға мүмкіндік береді. Кредиттік оқыту технологиясының мәні: жеке білім траекториясы, білім алушылардың қажеттіліктері мен қабілеттерін ескеретін икемді оқу бағдарламасы. Өздігінен оқу, білім алушылардың жеке қарқынымен оқуына мүмкіндік беру. Модульдік құрылым, оқу материалын шағын мақсатты модульдерге бөлу. Кредиттік оқыту технологиясының артықшылықтары: икемділік, яғни оқушылардың жеке қажеттіліктері мен қарқынына лайықталған оқыту. Бағалау, оқушылардың жетістіктерін үздіксіз бағалау және кері байланыс. Мотивация, оқушылардың жетістіктерін мақтау арқылы үлкен ынталандыру. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға арналған білім беру мазмұны. Бейімделген бағдарлама, даму ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, жеке оқу бағдарламалары. Арнайы құралдар, оқушылардың сенсорлық, қозғалыс немесе когнитивтік қажеттіліктеріне сәйкес бейімделген технологиялар. Қосымша қолдау, мұғалімдер, психологтар және логопедтердің көмектері арқылы жеке қажеттіліктер. Жеке білім траекторияларын құру, бағалау, оқушының ерекше қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін бағалау. Жоспарлау, нақты оқу мақсаттарын айқындау және жеке оқу жоспарын жасау. Іске асыру, оқушының қарқынына сәйкес оқу процесін ұйымдастырып, жүзеге асыру. Инклюзивті бағалау тәсілдері: үздіксіз бақылау, оқушылардың үздіксіз оқу жетістіктерін бақылау. Қалыптастырушы бағалау, оқушылардың қажеттіліктерін анықтап, оқыту процесін жетілдіру. Күнделіктер жүргізу, яғни оқушылардың даму динамикасын бақылау және жазып отыру. Инклюзивті білім берудің принциптері мен тәжірибелері: қолжетімділік, барлық оқушылардың тең қатысуы мен құқықтарын қамтамасыз ету. Икемділік, оқушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделген оқыту жоспарлары мен бағдарламалары. Әлеуметтендіру, бір-бірімен тиімді өзара әрекеттесу үшін оқушылардан қолдау алуы. Инклюзивті сынып ортасын қалыптастыру, толеранттылық пен қабылдау, әртүрлілікті құрметтеу және әрбір оқушының ерекшеліктерін қадірлеу мәдениетін қалыптастыру. Өзара түсінік, оқушылар арасындағы тиімді коммуникация және ынтымақтастықты дамыту. Қауіпсіз орта, сенімді және қолдаушы әлеуметтік эмоционалдық ахуалды қамтамасыз ету. Кредит пен оқытудың артықшылықтары: оқытудың кредит технологиясы білім алушының оқу нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған оқытудың жеке білім траекториясын таңдауы және дербес жоспарлауы негізінде жүзеге асырылады. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі міндеттері: білім көлемін біріздендіру, оқытудың барынша дараландыру үшін жағдай жасау, білім алушылардың өзіндік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту, білім алушының оқудағы жетістіктерін оларды тиімді ашық бақылау рәсімдері негізінде анықтау болып табылады. Кредиттік оқыту жүйесін жетілдірудің жолдары: ресурстарды тиімді пайдалану, қаржылық және кадрлық ресурстарды тиімді пайдалану және жұмылдыру, оқу әдістемелік қамтамасыз ету, оқу жүйелері мен бағдарламаларын жетілдіру және жаңарту, студенттердің белсенділігін арттыру, студенттердің білім алу процесіне белсенділігін қалыптастыру, оқу бағдарламаларын ұйымдастыру және басқару. Құзыреттілік негізінде оқу бағдарламалары студенттердің білім, білік және дағдыларының жиынтығына бағдарланған икемді оқу жоспары. Студенттер өз қызығушылықтарына қарай пәндер таңдай алады. Модульдік оқыту, оқу материалдарын шағын бір-бірімен байланысты модульдерге бөлу сабақтарды ұйымдастыру болып табылады. Қорытындылай келе, тиімді оқыту моделі кредиттік жүйе жоғары білім беру жүйесін жетілдірудің тиімді тәсілі. Жаһандық стандарттарға сәйкес
кредиттік жүйе білім берудің халықаралық стандарттарына жауап береді. Сапалы білім кредиттік жүйе арқылы студенттерге сапалы білім алуға мүмкіндік туады. Назарларыңызға рахмет.